Мына қаланың түріне қарасаңыз, тұрғындары көшіп кеткен тастанды елді мекен деп ойлайсыздар. Сырт келбеті ескі болғанымен, бұл қазіргі таңдағы есеппен жап-жаңа қалашық. 40 жылдық шаһар деуге болады. Қазынаға толы еліміздің ең негізгі, ең ауқымды ресурстары осы өңірдің маңайында өндіріледі деп айтсам, сенесіздер ме? Егер де видеоның соңына дейін көретін болсаңыздар, Қазақстанның қай елді мекені туралы айтылып жатқанын білетін боласыздар. Бұл менің 2025 жылдағы алғашқы видео түсірілімім. Жылдың басындағы контентті түсіру үшін Түркістан қаласынан Қаратауға ат басын бұрып, ауа райының қолайсыздығына қарамастан, тұман басқан тауларды кесіп өтіп, теріскей бетке жолға шықтық. Әрине, жол жөнекей Қаратауды бойлап келе жатқан сәтімізде осындай көрсе көздің жауын алатын Құдайдың жаратылысын, қарт Қаратаудың сұлулығын видеоға түсіріп алмау біз үшін үлкен қателік еді. Қаратауды өткеріп тегіс жерге жеткенде ең алдымен Созақ ауданына табан тіреміз. Бұл аудан 1928 жылы негізін қалаған. Ауданның көлемі 41 мың шаршы метр. Халық саны 61 мыңға жуық. Аудан орталығы Шолаққорған елді мекені. Бұл өңірді көне десек те болады, себебі күміс дәуіріндегі Қаратаудағы тастарға бейнеленген петроглиф таңбалары оған дәлел болады. Ауданның негізгі экономикалық табыс көзі кен орындары. Жаһанға аты дүркіреген Қазатомпро, Катко сияқты ірі компаниялар осы өңірде жұмыс жасайды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне біз Таукент шаһарына да жеттік. Бұл видеода жалпы бүкіл Қазақстанда тұратын адамдарға Таукент деген қаламен таныстырып, ондағы тыныс-тіршілікті көрсету. Жалпы Қазақстанда өзіміз біле бермейтін елді мекендер, тарихқа толы қалалар, қасиетті жерлер өте көп. Дәл менің атымда тұрған 1982 жылы негізін қалаған Таукент шаһары. Қанжуған деген жерден уран пайда болып, содан бастап уранды өндіру мақсатында осы жерде үлкен Таукент деген елді мекен пайда болды. Міне сол Таукент елді мекені сонау Кеңес одағынан бері бар, жалғасын тауып келе жатыр, жұмыс жасап жатыр, адамдар тұрып жатыр. Бүгінгі видеода осы Таукент қаласына обзор жасайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазақтың жері кең, қойнауы қазба байлықтарға бай. Ұшы қиыры көрінбейтін ұлан ғайыр даламыздан түрлі түсті металдың түр-түрі табылып, Менделеев кестесінің 99 элементі кездеседі. Солардың бірі уран. Ол табиғатта кездесетін ең ауыр элементтердің бірі және атом электр станциясында негізгі отын ретінде қолданылады. Біздің көздеген жеріміз Таукент. Бұл қалашықта 8 мыңға жуық адам тұрады. Мұндағы тұрғындардың көбісі Созақ ауданындағы кен орындарында жұмыс жасайды. Жалпы бұл қалашықта халыққа арналған барлық инфраструктуралардың бәрі бар. Мектеп, балабақша, спорт алаңдары. Қалашықта бір ғана мектеп болса, жергілікті жұрт аудан орталығындағы ауруханаға барады. Сырлы Созақ өңірі қазба байлықтарға бай елді мекен. Бұл жақта 1996 жылы Шу-Сарысу деген жерде көмір мен тұз өндіріле бастаған. Қызықты статистикаға көз жүгіртсек, Қазақстан 1997 жылы уран өндіруден жаһан бойынша 13-ші орында болса, ал 2009 жыл бұл көрсеткіш жоғары сатыға 1-ші орынға шығады. Міне, осыдан кейін әлем бойынша уран өндіруден алпауыт мемлекетке айналдық. Қазатомпро ұлттық компаниясының әлем бойынша уран өндірудегі көрсеткіші 20% құрайды. Сонда жер шарының 20% уранын Қазатомпро өндіріп отыр. Әлемді таң қалдыратын статистикалар. Уранға бай Созақ ауданының және Таукент қаласының тыныс-тіршілігі, бейнесі мен көркі неге осында ескірген тастанды күйде тұр? Жолдардың да сапасы күмәнді. Мынау Таукентте кіреберіс жылдағы Созақ ауданының бір кен өндіретін компаниясының тұрғындарға салып берген аллеясы. Бағасын, құрмет көрермендер, өздеріңіз берерсіздер. Тағы да бір қызықты статистика. 2021 жылы Таукент қаласының маңындағы Инкай кен орнында 3449 тонна уран өндірілген. Бұл әлем бойынша Канада мемлекетіндегі кен өндіру компаниясының кейінгі екінші көрсеткіш. Бір айтатын нәрсе бар. Жан айғай деуге бола ма, болмай ма? Еліміздің басқа өңірлері қазба байлықтарға өте бай болса да, жыртығы көрініп тұратындай халық арасында өткір мәселелер бар.
Тау-Кен шаһарының халыққа қиындық беретін проблемалары да жеткілікті. Оның ішінде ең өзектілері заманауи нақыштағы ауруханалар, жол және су, одан бөлек жылу мәселелері. Қазбалап іздей берсең проблемалар бірінен соң бірі шыға береді. Бір кездері өндірісі дамыған Әшісай, түсті металмен танылған Байжансай. Уақыт өте бұл мекендерде шикізат сарқылды, зауыттар жабылды, халық жұмыс іздеп жан-жаққа көшті. Бүгінде бұл жерлер қаңыраған ғимараттармен, бос көшелердің үнсіз ескерткіштермен қалды. Біздің уайымдайтынымыз да осы: Тау-Кенттің тағдыры орансыз не болмақ? Құрметті көрермендер, бұл видеода мен барынша елімізде осындай Тау-Кент деген шаһардың бар екенін сіздерге таныстырып көрсеткім келді. Видео қызықты да пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдап қойыңыздар. Түсірілім барысында өлкетанушы Ерлан ағамыздан сұхбат алуды жөн көрдік. Өйткені ол ағамыздың аузынан Созақ ауданының тарихын және алдағы уақытта Созақ ауданының болашағы туралы өз ойын, пікірін естіп көрдік. Біз қазір қазақтың маңлайына біткен бір құт мекен, қазақ даласындағы ең көне тау, Қарт-Қаратаудың бөктерінде тұрмыз. Бұл бөктерге келуіміздің бірден бір себебі осы оңтүстік өңірінің кереметті, қасиетті құтыдары бағы қонған жер Созақ ауданы. Созақ ауданының орталығы Шолаққорған елді мекені. Сол Шолаққорғаннан бір жарты сағаттық жолдың бойында Қаратаудың бөктерінде Тау-Кент деген елді мекен бар. Сол Тау-Кент арқылы керемет міне мынандай ғажап қазыналы Қаратаудың бөктерінде бір әңгіме өрбітпекпіз. Бұл әңгімеміздің төркіні туризм жайлы. Бүгінгі таңда президенттен бастап, туризм министрлігінен бастап, комитеттен бастап осы оңтүстік өңіріне көптеген көңіл бөлініп жатыр. Әсіресе Түркістанның облыс болуы, оның туризмдегі нағыз тірегі, жүрегі болуы, рухани жаңғырып жатқаны, рухани орталық болуы, барлығы сол туризмнің 60-70% дамуына септігін тигізеді. Ал енді Түркістан туралы айтқан кезде Созақ ауданын қосып айтып кетпеу ол үлкен қателік. Себебі Қазақ хандығының негізі қаланатын Сығанақтан шыққан Керей мен Жәнібекті бастап шыққан үлкен көш Созақ жеріне келіп тоқтайды дейді. Созақ қаласы бар мына жерде, керемет. 121-ден астам әулиесі бар, 21-нің кесенесі бар. Қаратау ол Қазақстанда ең көне тау. Ол Қарт-Қаратау кешегі Елімай деген өлеңнің, қаралы өлеңнің дүниеге келуіне себепкер болған. Кешегі Сәкен Сейфуллиннің жүріп өткен жері. Бұл жер Төлеген Момбековтың мекені, бұл жер генерал Ақсақаловтың мекені. Бұл жерде Салықбай деген мерген өткен, кешегі Қызыл әскерге оқ атқан, осы Қаратаудың шатқалынан өткізбей қойған. Бұл жер Ойшыл-Қараның пірі Қарабураның мекені. Жарықты Қарабураның кесенесі осы Созақ ауданында, Созақ ауылында. Оның кесенесінің жанында Құрбан атаның жатқан жері бар. Бұл Қаратау Әздер әулие, Жылтырақ әулие, Әзірет Әлінің ізі, кешегі дін исламды алып келген Ысқақ бабтың жатқан жері, Шолаққорған деген қорғанның пайда болуы, Қызылкөл. Бұл Созақ ауданы Қаратау бөктері өзінің шипалы суларымен, мынау Ақтас әулие деп жатады, неше түрлі тері ауруларына ем болып жатады. Мұнда қарасаңыздар, кешегі Әмір Темірдің заманында аңызға айналған Ақсүмбе, Ақбикештің мұнарасы, Сұлтанбек Қожановтың ауылы, кешегі Алаш азаматтарының бірі, керемет тұлға. Бүгінгі таңда қаншама шетел компания келіп уран өндіріп жатқан, оңтүстіктің бюджетінің 50%-ын құйып жатқан осы Созақ ауданы деп жатады. Негізі кешегі Созақ ауданы болып 1928-30 жылдардан бұлай қарай басталады. Енді осындай тарихы қайнап жатқан, туризмі тулап жататын жердің бүгінгі таңда туризмін шулатып, тулатып дамыту үшін не істеуге болады деген сұрақ көкейде көптен бері жүр. Осы 20 жылдық туризм саласында жұмыс жасағалы бері осы Тау-Кентке келу арман болған. Бүгін мына сол арманымыз орындалып, келіп жатқан жайымыз бар. Тау-Кенттің тау беткейінде керемет мына жерде Келіншек тау бар. Келіншек таудың өзі мамыр айында, маусым айларында өте керемет келіп демалғанға. Оның етегінде Қаратау қорығына кіретін қақпа бар. Қаратаудың эндемигіне айналған арқарларды көруге болады. Қазір 2000-нан асқан болу керек, өте көп. Бұған дейін бір 2 фильм түсіргенбіз, Қаратау арқары деген керемет.
сол арқарларды бақылайтын орындар болса, қорыққа рұқсат беріліп, саяхатшыларды әкеліп сол арқарларды көрсететін бір арнайы орындар болса, өте керемет дүние болатын еді. Және мұнда Тау-Кентте бос тұрған көп қабатты үйлер бар. Сол көп қабатты үйлерді шипажайға айналдыруға болады. Шипажай дегенде мына Қаратаудың бөктерінде жылқы бағып, қымыз баптап, саумал баптап, көктем айларында, осы жаз айларында бір демалыс орындарына жасайтын мүмкіндік болса, инвесторлар табылып, мемлекет шамалы көңіл бөліп, сол жақсы қаржылы азаматтар келіп, мына бос тұрған үйлерді жөндеп, шипажайларға айналдырып, балалар лагеріне айналдырып жұмыс жасауға болады. Біртіндеп басталған іс жемісін береді. Өйткені мына Қазыналы Қаратау кешегі 3000 жылдықтарда сақтардың тұрған жерлері, обалары, солардың салып кеткен суреттері, үлкен галереялар бар үстінде. Былай қарай жүрсеңіз Сауысқанның Петровиктер галереясы, мына жерде Арпа өзенінде галерея, суреттер өте керемет. Ары қарай жоғары тауға Ақүйіктен асып Қосайдың кезімен жүрсеңіз Қараңгөр деген мекен бар, сол жерде керемет таңбалы тастар бар. Адамның бет бейнесін салған, Андронов мәдениетінде кездесетін суреттің біреуі адамның бет бейнесі сол Қараңгөрде кездеседі. Өте ерекше жер. Осы таудың ішінде қаншама тарихқа толып тұрған, тұнып тұрған, аңызға бергісіз шатқалдар бар. Солардың барлығын өлкетану мақсатында, туристік мақсатта қолға алып пайдаланатын болса, Қаратауды туризм қайнап тұрады. Бүгінгі таңның өзінде де 121 әулиесі бар болғанмен, сол белгілі Ысқақбаб, Баба Түкчашта дейсіз, Қарабура сияқты сол белгілі әулиелердің басына зиярат етіп келушілер, саяхаттап келушілер, адамдар легі толастаған емес, өте көп келеді. Бірақ соның бәрін көбейту үшін әлде де басқа да әулиелердің басына жақсы жағдай жасалса, қолдау көрсетілсе, түнек тамдар көбейсе басында зияратшылар тоқтайтын, сол жерлерге баратын жолдар реттелсе, мысалы Хақназар ханның кесенесі осында дейді. Неге әкеліп көрсетпеске? Осы жерде Балық Шәуле дейтін таудың ішінде керемет Балық Шәуленің кесенесі бар. Бұл Балық Шәуле арқылы Жылаған атаға жаяу асатын жолдар бар. Міне солардың бәрін туристік жоба ретінде жаяу жүретін, атпен жүретін бағыттар жасап, жұмыс жасауға болады, болмайды емес. Тек істеу керек. Біз істемей жүрген жоқ, біз істегіміз келмей жүрген жайымыз бар. Өйткені туризм деген ол ешқашан жоғалған емес. Кешегі ұлы бабаларымыз көшпенді заманның өзінде қыс-қыстауға, жаз жайлауға көшіп жүріп, керуендер іркес-тіркес осы Созақтың даласымен қаншама керуендер өткен. Құмкент қалашығы бар, қарап отырсаңыздар, мынау Созақ қалашығы бар. Мына жерде Раң ата бар. Раң атаның да табиғаты өте керемет, табиғаты қаланың өзінің орны орналасқан жері. Біздің бабаларымыздың ақылдылығы, білімділігі сондай, осы таудың теріскей бетінің өзіне қаншама Ұлы Жібек жолының бойында қалаларды салған. Ары қарай өтсеңіз Түркістан, бері қарай өтсеңіз Созақ теріскей. Күнгей мен теріскей дейді. Міне сол Күнгейден теріскейге баратын туристік маршрут жасауға болады. Шымкент арқылы, Жамбыл облысын тарту арқылы, Түркістанның өзінде қазір халқы көбейіп жатыр, 300 мыңнан асып жатыр. Сол халықтың барлығын туристік бағыттарда осы Қаратауға шақырып, тарихын, бағытын көрсетуге көп жұмыс жасауға болады. Тек жасау керек. Ол жасайтын жас мамандар қазіргі туризм университетін бітіріп жатқан жас мамандарға мүмкіндік беру керек. Түрлі гранттар ұйымдастыру керек, түрлі олимпиадалар ұйымдастырып, сол жас туристік мамандарға, туризм саласын бітіріп жатқан мамандарға жылда осыған жақсы бір бағдарлама жасауға, туристік бағыттар ашуға, соған гранттар бөлетін болса, мемлекеттік қаржылай бір көмек беретін болса, жастар жасайды, жасамайды емес. Өйткені ақылды жастар көп, білімді жастар көп қазір. Сол жастардың қолдауымен, көмегімен осы міне Қазыналы Қаратаудың керемет туристік бағыттарын өркендетіп, Тау-Кенттің де тыныс-тіршілігі кеңейіп, жақсы бір күндерге жетер едік. Сәтін салса уақытымен енді. Ең бастысы соған талпынайық, әрекет етейік, жұмыс жасайық.